бір тура көңкейімдегі толқитын бір әңгімені фэншан қылмасам заты болмайды екен. Бағана тойында біреулердің саяқатын көріп сондай бір ашуым келіп қалды да, халқым. Ойбай, не деп айтсам болады сіздерге? Осы қазақтан басқа ұлтта сіздер білесіздер ғой. Шымылдық деген нәрсе бола ма? Шымылдық деген не? Баяғы біздің қазақ көшпенді халық боламыз. Сонымен бір кигіз үйде баласы да, үлкені де бірақ сығылып сол бір үйде жатамыз. Сонымен балаңыз үлкейеді, келін аласыз. Сонымен әлгі ұялып, мына ұят болмасын, бетте перде болады ғой, аралықта перде болсын деп шымылдықты кигіз үйден былай тартып, бұн жағында былай бөлініп жатқан ғой. Тек бұл шындықты мойындайтын шығарсыздар, қазақтың тарихын білетін адам. Біз осындай ұятты халықпыз ғой. Сол кездің өзінде өстігеміз, міне көресіздер ма? Ал енді ақша тап, мен бұлдан басқа нәрсе адам жоқ деген адамның бәрін істеу керек па? Соның бағана басқа болды, ойнасын, ол ақша тапты, жапа шекті, қанша ойнасы ойнамайман, неміз бар. Бірақ бағана деген бір жалаңаш нәрсемен, бір сонымен судың ішінде сүйсіп екеу тұрыпты екен, оған талай мына айтсам, кейде айтады екен, мені пәленбайдан шығыпты, бітіпті. Менің қолыма бір ғой су құйып бере алмайсыңдар, маңқалар соған жүрек береді екен. Мені пәленбайдан шыққан жаман қатын, менің өзім ұялдым, не деген қалың бете, сіздердікі оны шығарған қандай адам. Бізде соншылық ұяссызбыз ба? Сіздің телефоныңызды балаңыз көреді, мен сізге айтайын. Алып шығып ашса, сіз жүрек берген жер шығады. Сонымен, шешем мындай нәрселерді көрсе болады екен деп, сіздің балаңызға сол жақсы тәсір бере ма? Сіз бір өмірде бала үшін жасап жүрміз деп құмдай кейде бір осы тұра шыдамайтын істерге де бала үшін шыдаймыз. Ой, бала үшін бітейінші, ұрпақ үшін деген сөз ауызда айтасыздар. Не үшін осындай кішкене істерге келгенде ұрпақ үшін істемейсіздер? Ол елдің ақшасы болғаннан кейін не қылса соғсын. Кейбіреулер шығады екен, сен осытып соғыспасаң да сия алмайсың ба деп. Әжап, мен елге 20 мың сом ақша берген кезде айтпайды кесіңдер шатағың не деп. Айтып, біреуді боқтақ қойсам айтады кесін, айтам, неге айтпаймын? Бұл өмірде адам мен адамның шатағы болмаса, ол өмір бола ма? Ауырғанға көмектесу керек, жақсылықты қылу керек, әлгіндей бір асып кеткендерді тектеу керек. Неге тектемейміз? Тектейміз. Мына чапандарымда халқым сіздерге, міне көрдіңіз ба, нақ қазақи үлгідегі 350-ден қимыл қылып берді. Мына нақ жын хулимау қалқым, қандай жерге барып кисеңіз болады. Мына пасаның 299-дан мынадан бір 10 талғана бар, басқа жоқ. Оп, оқшаш мына екеу, бірақ мынау сол әлгі рингі бояқ екен міне. Мынаның белдігі жоқ, ал енді мынаның да белдігі жоқ. Міне, көрдіңіздер ма? Мынаның да белдігі жоқ, бұл 380. Мынау мен оқшаш негіз. Осындай, 350 қылып берем ең төмен. Бұл да жын хулимау.